Құрметті азаматтар, кезекке тұрып уақыт кетірмей жүргізуші куәлігін диплом жүзде кезір электрондық үкімет порталы арқылы алып тұрыңыз. Мұнда не істеп жүргеніңізді білесіздер ме? Олжекең айтқанды екетпейді ғой. Дамасқа шолу түсірген кезде 5000 коммент сұрадым, жаздыңыздар. Тюнинг керек пе? Мархабат, тілектеріңіз қабыл болды. Баршаға сәлем, тәуелсіздік күнімен және қазақтың тұңғыш авто жобасымен құттықтаймын. Тезірек арнаны 300 мыңға жеткізейік, өртейміз, жандырамыз. Бұл проектіні ұзақ күттіңіздер, білем. Түсініңіздер, бізге де оңай болған жоқ. Адамдармен келіссөз жүргіздік, жоспар құрдық, пандемия, анау, мынау. Айтып биткенше желтоқсан болды. Тюнинг проектіні неден бастайды? Әрине, қызыл лентадан. Өзім ырым-сырым дегенге онша-мұнша сене бермеймін. Дегенмен, проектінің бастамасы ретінде байлақ қояйық. Құтты болсын. Кеттік ары қарай. Енді серьезный әңгіме айтайық. Авто тақырыбында жырлайтын YouTube каналдардың даму кезеңдері болады. 3 жыл бұрын базарда жүріп көліктердің бағасын айтқан бала Олжас жеке көліктерге шолу жасай бастады. Кейін халықаралық деңгейге өтіп, шетелден репортаж таратты. Енді қолдан дүние жасап, көрермендерді қызықтыратын межеге жеттік. Мына көлік қандай болсын десеңіздер, сондай болады. Бәрі біздің қолымызда. Салоннан автокөліктер қысқы дөңгелекпен сирек сатылады. Акция, макция, түрлі науқан кезінде жолба кетуіңіз мүмкін алайда. 1 желтоқсаннан бастап жеңіл көліктер тек қана қысқы дөңгелекпен жүруі керек деп айттым ғой өткенде. Алайда біздің көлік коммерциялық техника санатында. Білмегендер болса, ауыстыру керек бізге де. Шүкір біздің серіктесіміз АШК компаниясы. Қазір соларға барып, Дамастың 12-ші көлемдегі күшкентай қысқы дөңгелегін аламыз. АШК Roadstone және Hi-Fly сияқты атақты компаниялармен жұмыс істейді. Бағасы орташа. Кеттік қазір сатылым бөлімшесіне кіріп, біздің дөңгелектер бар ма екен? Сұрақ көрейік. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Олжас Оқас есімім. Қош келдің. Бізге дөңгелек керек. 12-ші көлемде бүкіл қаланы аралап шықтым. Жоқ ешқай жерде. Дамасқа ғой. Иә. Бар бізде. Цешка ма? Цешка. Көрсетіңіздер. Жалпы өнімдеріңіз туралы айта кетсеңіз алдымен. Жалпы біздің өнімдер Япония Toyo, Южная Корея Roadstone, Китай 4 бренд бар. Так, 5 бренд. Maxtrack, Safrich, Hi-Fly, Avation, Aflis. Не болды? Біздің 12-міз бар ма? Бар. Мына жерден байқап тұрған жоқпын. Міне сіздің 12-іңіз. Мына ма? Ботаққан. 2020 жылға. Кіп кішкентай. Қыстық. Жап жаңа. 4-еу салып тастаймыз ба? Салып тастайық. Кеттік. Бұл сөздерден басқа никотин я таза рэпті қолданат трек өтіп атыр мақалевич қанат уақыт жоқ деп айта салым
Ескі дөңгелектерді алып кетейік, жігіттер. Ескі деп айтуға аузың бармайды. 2-ақ мың шақырым жүрген ғой. Бисмилля. Рахмет қаптап бергендеріңіз үшін. Болды. Енді бізге ешкім тиісе алмайды. Қысқы дөңгелектер орнатылды, страховка бар. Құдай сақтасын иншуранс компаниясынан. Ал кеттік ары қарай. Тюнинг деген осы екен ғой деп ойлап қалмаңыздар, жігіттер. Қыста ары бері жүруіміз керек, сондықтан өзіміздің қауіпсіздігіміз үшін қысқы дөңгелектерді орнаттық. Ал тюнингтің әлгі сасы қазір басталады. Бекерден бекер баста жүрген жоқ түрлі ой. Бекерден бекер жүрген жоқ қыздар көзді ойып тыңдаған білем бізді мыңдаған мекен. Шайқаласың білем өмірлеріңмен бірге. Тюнинг дегенде ойға келетін бірінші нәрсе не? Ерекше түске боялған шанақ, үлкен дисклер және құлақ жаратын аудиосистема. Солай ма? Ше Цзгин есімді Қытай философ айтқан екен. Тюнингке байыппен барған колхоз қылмас. Біз де осы қағиданы ұстануға тырысамыз. Өйткені стиль деген қазақпен егіз ұғым. ДАМАЗ кәсіпке арналған функционалды көлік. Талай отбасыны асырап отырған еңбекқор машина. Бизнесті дөңгелететін кәсіп көзі. Форм факторының өзі проектіні ерекше қылып тұр ғой. Бұл седан, кроссовер яки купе емес. Алыстан көзге түсетін микроавтобус. Салондағы кеңдігі мен конструкциялық қарапайымдығын жоғалтпай, қайта толықтырып, артықшылығын айқындауға тырысамыз. Жобаны бастаған соң көптеген детальдар қажет болады. Көбісін колеса KZ қосымшасынан таба аламыз. Мысалы, дискінің түр-түрі бар. Сіздер таңдасаңыздар, біз орнатамыз. Чё там, Джиги? 17-ші Воссың қоямыз ба? Әлде мынандай жақсы ма? Керек десеңіздер, шетелден лоурайдер стиліндегі көп спицалы дисклерді алдыруға болады. Экстерьер жұмысын Marshall детейлинг орталығының қызметкерлеріне сеніп тапсырамыз. Біз ұсынған эскиз бойынша жігіттер пленка жапсырады. Неге пленка? Өйткені бұл ыңғайлы. Ұнамай қалса алып тастауға болады. Алдағы шығарылымда оны қалай жапсырып күту керек екенін түсіндірем. Мотор деген маңызды нәрсе. Қозғалтқыш көліктің жүрегі. 1989 жылы шығарыла бастаған Suzuki Carry'дің турбо моторы болған. Соны тауып алайын ба? Әлде 2JZ GT-ін тық жібереміз бе? Мүмкін одан арыға барып электромотор қондырамыз. Онда өзбек ағайынның бұл проектіге қызығушылығы арта түседі. Бекерден бекер баста жүрген жоқ түрлі ой. Бекерден бекер жүрген жоқ қыздар көзді ойып тыңдаған білем бізді мыңдаған мекен. Шайқаласың білем өмірлеріңмен бірге. ДАМАЗ жобасы ұзаққа созылады. Қазір көріп тұрғаныңыз басы ғана. Қызықтың бәрі алда. Пікір жазып, арнаға тіркеліп, видеоны, чаттарды таратып беріңіздер. Келесіде көріскенше.